Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ арнасының көрермендері, құрметті YouTube сүйер қауым. Қалдарыңыз қалай? Малжандарыңыз барлығы тегіс аман есен бе? Құрметті көрермендер, бүгін кезекті видеоның уақыты келді деп ойладым. Біраз уақыт өтіпті, видео салмағалы тоже. Так, бұқаларымыз осылай тұр. Енді видеоны бастамастан бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ал біз бастаймыз. Мені құрметті көрермендер, пенаплекс қойып қойдым. Немен қорамен профлистің екі ортадағы суықты жылыны ұстап тұрады. Конденсат дейді ғой, сол тамшылаудан сақтайды. Енді жақсы шүкір. Алдында күн жылы болған кезде қойғам негізі. Тамшылатпайды, бұқалардың үсті құрғақ, тамаша күшті болып тұрады. Бірақ енді бұны тоже тығыз қып қоя бермеу керек, өйткені бұл да тамшылатады негізі. Аралары ашық болса болады. Ауа кіріп тұрса екі ортаға, анау конденсат болмайтындай. Мына жерлерді бұйырса тоже жабамыз. Барлық бүкіл жеріне алдық. Аллаға шүкір. Енді құрметті көрермендер, тағы да бір айтып кететін жағдай, алаң қалаумен көбісі айтып жатты, бордақыға неге өгіз қойылмайды, неге өгізді мал деп санамайсыңдар дегендер келтірді енді көбісі подписчиктер. Енді құрметті көрермендер, соны сіздерге айта кетейін деп, бір өгіз алған болатынмын, 2,5 жасар. Енді 2,5 жасар сол өгізді сойдым, 196 килограмм ет берді. 196 килограмм ет берді. Жасы 2,5 жасар. Енді көбісі менің оймен келсет деген ойдамын. Мал ұстап отқандар 2,5 жасар бұқа ондай салмақ бермейді. 2,5 жасар бұқа кем деген 250-260 килограмм ет беру керек. Және де өгіздің еті сап-сары болды. Видеоның ортасында сіздерге сала кетем, қарайсыздар. Сосын комментарияға жазыңыздар. Бұқаның еті мен өгіздің етінің айырмашылығы қандай екенін. Өгіздің еті сап-сары болды, бұқаның еті ақ болады. Енді біз бордақ ұстап отқаннан кейін, сәл-пәл етпен айналысқаннан кейін, көбісі адамдар базарға барғанның өзінде де сары етке жүгірмейді. Қаланың адамдар ақ ет алғысы келеді, май ақ болған, тез піседі. Енді қаланың адамдары білесіздер, жұмыс істейді. Квартира енді пеш жақпайды ғой, әйтеуір жұмыс істейді, таңертең кешке дейін жұмыста, олар үйге келіп тамақ тез істеп, тез піскенін қалайды. Сондықтан көбісі ақ етке жүгіреді, тез піседі деп. Сары етті енді тәтті екенін бәрі біледі, оны түсінеді, бірақ сонда да ақ етке жүгіреді. Сондықтан бұқаны сол үшін бордақылайды, кішкене ақ ет болады, майы да ақ болады, және де салмақ үшін. Қанша айтқанмен өгіздің сүйегі ірі болғанмен, денесі ірі болғанмен бұқаның салмағындай бере алмайды, бұқаның мойнындай өгізде мойын болмайды. Оны мен толық менімен келсет деп ойлаймын барлығы. Өгізді сойдық, міне өздеріңіз қараңыздар енді. Қай бұқадан мынандай сап-сары ет шығады көрдіңіздер ме? Өгіздікі осындай сарғыш ақшыл болады. Мынау қайта жас қой. Бұдан кәрілері вообще сап-сары болады. Міне көрдіңіздер ме? Сап-сары, кәдімгідей сиыр, либо тайша құнажының еті сияқты. Бізде қараған болса 4-ке бөліп апарамыз. 4-ке бөліп бағалай кетіңіздер. Өгіз неге ұстамайсың дегендерге осындай жауап. Енді көп адамдар ақшыл етті, жас ет дейді да, көбісі базарда аққа жүгіреді, сары кәрі дейді да, сарыға жүгірмейді. Оларға түсіндіріп жатпайсың ғой. Қазақтар біле тұр, әдейі істей ма, сары тәтті ет екенін біледі да, бірақ аққа жүгіреді ғой. Ойбай, жас жегіміз келеді, тәтті болады деген әңгіме айтады да. Көрермендерге неге өгіз ұстамайсың дегендерге міне жауабы осы. Енді талай бұқа сойып жүрген көріп жүрсіздер, әппақ болады. Міне бұқа сойғанда мынандай әппақ болады ғой міне. Мынандай сары деген болмайды атымен. Міне құрметті көрермендер, каналға тіркеліп лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бізде Қарағандыда аяз өлтіп тұр. Аяз болса да мал сойдық. Сағат түнгі 12. Ал қайырлы таң, ұйықтаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.
қараңыздар. Туралы мына екеуі туралы, мына үшеуі туралы сұраған болатын. Қалай бұлар 4 килограммнан 8 килограмм жеп тұр деп. Оның таңғалатын ештемесі жоқ. Міне нәтижесін көріп тұр деген ойдамын. Мынау симментал мойнын қараңыздар, симментал. Жіп уже қысып тұр мойнын. Мынау екеуі бірге кірген. Мынау местный порода, әне симментал. Мойны қалай көрдіңіздер ме? 8 килограмм жем жеп тұрған мал осындай тез өсіп, тез жетіледі, арқасы бәрі дүп түзу. Мынау енді жүн болғаннан кейін көрінбейді, мойнның қалыңдығы бәрі мықты. Енді сіздерге көрсететін боламын. Міне весіміз 0-да тұр. Міне неміз ыдысымыз. Қазір салып көрсететін боламын, қалай салатынымды ше. Міне мынау ведро. Мына ведроны толтырып, шүпілдетіп салам. Қазір өздеріңіз көретін боласыздар салғанда. Міне құрметті көрермендер, мен енді өзім жалғыз болғандықтан штатив пока алған жоқпын. Міне 3 кило 700 грамм, 4 килограмм ғой енді. Мен толтырып бетмен бет қып осылай екеу салам. Екеуінің алдына. Міне біреуін ғана салдым. Қазір екіншісін салып көрсетем. Толық салмағын шығаратын боламыз, қараңыздар. Міне құрметті көрермендер, 7 кило 900 болды. Толтырып, асырып, бетінен асырып салғанда міне осы 7 кило 900-да 8 килограмм ғой, округлять еткен кезде. Осы екі бұзау жеп тұр. Міне сағат қазір 5. Бұлар 9-да жайғалады. Қараңыздар, анау алдындағы қазір қалдырмайды. Міне осынша жем жеп тұр. Алла нәсіп етсе көреміз. Мынау да тура солай жеп тұр. Бұл кішкене жем жемей қалды. Өйткені алдында мен бұқа сатып алған болатынмын, 2,5 жасар. Соны осы жерге байлап, бұны мына жерге байлаған кезде екеуі қысып екі жақтан нәбіру сүзе береді да. Содан кейін кішкене жем желінбей қалды. Сол екі ортада кішкене жем тоқтатты. Бірақ қазір қайттан орнына келіп жатыр, жеп жатыр. Бұқаны 2,5 жасар бұқаны қораға алған болатынмын. Қораға алдым. Құрметті көрермендер, тағы да сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Жауап беруге әрдайым риза боламыз. Енді құрметті көрермендер, тағы да айтып кететін жағдай, алдындағы мен 2,5 жасар бұқаны алдым ғой. Алғаннан кейін осы қораға кеп байладым. Бұл қора суық қора. Суық қора. Ол бұқаны мен сатып алдым бір кісіден. Қорада тұрды, ол жылы қорада тұрды, сиырлардың арасында. Мында әкелгеннен кейін фамилиясын ұмытып қалды ғой ол бұқа. Қалай айтсам болады сіздерге? Ана жақта айтуы бойынша бір ведро жем жеп тұрды дейді. Бір ведрода 15 килограммдық, 15 литрлік ведро бар ғой, сонымен полный жем жеп тұрды. Енді басқара. Енді өзімде кішкене сенгендей болдым соған. Өйткені енді қорада мықты болды, енді үлкен болды. Мал жерсінет, бөтен қора дегеннен кейіннен жем жемей қойды. Еще кішкене салмағын жоғалтты. Бордақыда тұрған мал естеріңізде болсын. Арпа жем жемей қойса, жем жемей бірнеше күн тұрып қалса, бұқа салмағын тез жоғалтатын болады. Сондықтан ордақы жасап атқан азаматтар жемді қатты беріп қоймаңыздар. Регулировкасын жасап отырыңыздар бұрап. Ол бұқа қазір қорада тұр, көрсететін боламын. Енді жылыдан суыққа келген мал бір ауызбен айтқан кезде қиналып қалды. Сондықтан оны қораға алдық. Ал бұл бұқалар суыққа үйренген. Міне даже галштин бұқаларымыздың өзі толып келе жатыр. Омыртқа сүйектері көрінбей келе жатыр. Осы тұрғандарына 2 ай болды ғой бұл галштиндарға. Енді бұлар суық қораға үйренген. Күн жылы болған кезде байланды. Содан кейін күн суытқан кезде де бұл қорада тұрды. Бұл қораның температурасына бұқалар үйренді деуге болады. Міне ыңқылдап жатыр. Міне 2 айдағы нәтижесі, саны бәрі толып, арқасы дүзуленіп, мойны кішкене жалпайып келе жатыр. Галштин семірмейді деген адамдарға міне семіріп келе жатыр. Енді Алла нәсіп етсе, комментарияда жазыпты, бұл бұқаларды сойып сатасың ба, не істейсің депті. Енді етке деп арнайы қойған бұқалар сойылады. Міне красный степной қызыл бұқа. Өзіміздің местный бұқалар. Бұны кім бұқалыққа алады, былай қарасаңыздар. Қазір қызыл бұқаға, және де кейбір бұқаларға
документ берілмейді. Сондықтан бұндай қызыл бұқаға ешкім жүгіреді деп ойламаймын. Бұл бұқалар сойылады. Мына ақбас бұзауда сойылады. Өйткені не көп қазір, ақбас көп. Ал мына сементал, таза сементал, бұл Алла нәсіп етсе семіртіледі, максимально салмаққа жеткізіледі. Тұқымдыққа, Алла нәсіп етсе тұқымдыққа өткізетін боламыз. Мына Голштейн бұқаларда Алла нәсіп етсе тұқымдыққа өтіп атса тұқымдыққа өткізуге тырысамыз. Өйткені Голштейн бұқалар білесіздер, бір сиырының өзі 600-700 мың теңге ақша тұрады. Ал бұқаларының өзі таза порода болатын болса, егер малды түсінетін болса, олардың бағалары миллион, 900-1 миллионға дейін кетеді Голштейн бұқалар. Өйткені неге дейсіздер ма? Голштейн малдары бұлар тек сүтті мал болғандықтан, бұл мясной порода емес, мясо молочный емес, сементал сияқты. Сементал етті де береді, сүтті де береді. А Голштейн бұқалар тек сүт бергендіктен бұлардың бағалары қымбат болады. Енді бұлай есептеп алып қарасаңыздар, енді мен сіздерге айта кетейін, бизнес план дейді, өз басымда да, өзімнің ойымда да бар бұл бизнес план. Болашақта биыл алаңғалаумен қора салып жатсақ, сүтпен айналысуға. Неге десеңіздер, жаздың күні сиырлар, қарапайым сиырлар 12-13 литрға дейін сүт береді. Ал Голштейннің сиырлары есептесеңіздер 25-26 литрға дейін сүт береді. Одан да көп беретіндер бар шығар, мен білмедім. Мен 25 литр бергенді көрдім. Бұл 25 литрді Голштейндар қалай береді? Бұны беру үшін алдарында жем тұру керек, кебек тұру керек. Тартылған арпамен кебекті араластырып бересіздер. Енді оптовиктар, например, Қарағандыда Нәтиже, Рен Милк, тағы да басқа сүтпен айналысып жатқан азаматтар бар. Солар оптовый бағамен алады. Жаздың күні 190-нан ба сондайдан алады. Қысты күндері білмеймін, қысты күні қымбат болатын шығар. Ал енді сіздер магазиндармен келісіп, магазиндарға қоятын болсаңыздар, былай қарасаңыздар, химия қосылған енді сүттер болады ғой, енді обработкадан өтеді. Олардың литрінің бағалары 380, 450, 570 теңге тұрады. Ал неге мынау табиғи сразу сиырдан шыққан сүтті сепаратордан өткізбей ақ қою түрінде халыққа сататын болсаңыздар, 450 теңгеден, 400 теңгеден, енді дәп Алланың қалауымен, Алла берекесін берсін, 350-300 теңгеден де сатсаңыздар болады. Енді бұлай алып қарасаңыздар, Голштейн сиырға ақшаңыз жетпей жатса, жай қарапайым қызыл местный породаларды қойғанның өзінде де оларға қыстай кенже туған сиырды жем берсеңіздер, олар кем-де-кем 10 литрдан сүт асып береді. Енді есептей беріңіздер бағасын. Енді жаңағы айтып кететін Голштейн сиырларын, например, 25 литр сүт берсе, таңертеңгілік кешке 25 литр сүт берсе, күніне 50 литр сүт. 50 литр сүт дегеніміз ол 300 теңгеден қанша? 25 мың ба? 2500 ба, в общем, сонда. Енді математикаға жоқпыз, өздеріңіз санап аласыздар. Сүттің бағасы қымбат болады. Сондықтан былай қарасаңыздар, сіз бұл бұқаларды 6 ай бордаққа қойып еттей бағасын алып шықсаңыздар, ал сүттей бұның 2 есе бағасын алып шығасыздар ғой, бір ауызбен айтқан кезде. Сүттей қымбат болады. Сондықтан бұл Голштейн бұқалардың бағасы қымбат болатыны сондықтан. Например, мына бұқа көктемге дейін, апрельге дейін тұрып 250, 230, 270, 300 килограммның арасында салмақ беретін болса, бұларыңыз еттің бағасымен былай қарасаңыздар 600-700 мыңға дейін кетеді. Еттей кетеді, ойланбай. Сіз енді бұны еттей бағасын көріп тұрсыз, ары қаратай халыққа предлагать етесіз, енді өздері біледі. Алып қалатын азамат алып қалады, алып қалмайтын болса, бисмилля, Аллаху акбар деп мойнын кесіп етке өткізесіздер. Кем деген бұл бұқалардың бағасы 1 миллион тұратын болады. Ол реальный баға, оны ешкім аспаннан алған жоқ. Бұқа ең бірінші сиыр қашыру үшін қандай болу керек? Жілік майы полный болу керек, бұқа күйлі болу керек, бұқа бойшаң болу керек. Көрдіңіздер ме? Сиырға секіре алмай жатып сізден пазур болсын ғой, қыс бойы не ат көрінбе саңасын дейді ғой. Сондықтан бұқаның күйін толтырып, етін бәрін толтырып, мықты күйге жеткізесіздер, халыққа предлагать етесіздер. Енді қарапайым халық ала алмаған жағдайда фермерствомен, сүтпен айналысып жатқан азаматтар алып қалуы мүмкін. Жоқ деген жағдайда сойылып кетеді. Ал сементал бұқамыз міне жасы 9 айлық болып қалған шығар, енді 9 ай болған шығар. Өйткені мен сатып алғанда 7 ай деген, уже 9 ай болды ғой. 9 айдағы нәтиже, еттей салмағы, төс өлшемін өлшемедім. Еттей салмағы өзім көз жобаммен
Енді етпен айналысып жүргеннен кейін шамалап 140-145 килограмм көріп тұрмын. Одан көп басып кетуде мүмкін, 150 килограммда басу мүмкін. Арқасын қараңыздар, жалпақтығын, міне местный порода, міне Голштейн, міне Симментал. 150-ден асырып тастауы да мүмкін бұл бұқа. Өйткені сүйегі мясной порода болғандықтан мен өз басымнан өтті, былтыр сойдым. Симменталдың өзі 170 килограммда ата салды ғой. Енді бұл бұқада 150-ден астам ет бар деп ойлаймын өзім. Бұл бұзау. Бұл 9 айлық бұзау. Бірге толмаған әлі. Бірге толу үшін әлі алдыда кем деген 3 ай бар. Енді есептеңіздер, бұлар апрельге дейін тұрады. Қанша салмақ беретінін өздеріңіз көре жатарсыздар. Міне біздің Ақбас, мына екеуі жынды. Тепкенде мастер спорта, каратемен айналысқан ғой деймін кезінде. Тепкен кезде мықты тебеді енді. Қанышты осы екеуі. Арасында таяқ жеп алады. Ақбас Аллаға шүкір тоже семіріп жатыр. Еттей салмағы да мықты. Міне мынау уже біздің бір ауызбен айтқан кезде Кинг-Конгтар. Бұлар уже максималды етпен, салмақпен тұрған бұқалар. 180-200 килограммның арасы. Арқаларын бәрі түзу, тұрғандарына 3 ай болды. 3 ай болды. Міне бұқаға да 3 ай болды. Төс өлшемін өлшедім. 190 килограмм, 195 салмақ көрсетіп тұр. Почти 200 килограмм уже. Тұрғанына 3 ай болды. Жасы 1,5 жасар. Енді тура осы бұқамен, видео менде ютубта канал бар. Тура осы бұқамен бір бұқа алып келгем. Ол бұқа бойшаң ірі болған. Сойдым. 117 килограмм берді ғой, масқара, басым шайқадым. Мынау одан кішкентай болды. Енді есептей беріңіздер, 100 килограмм болды деп айта беруге болады. Енді 3 айдың ішінде 195 килограмм нәтижеге жетіп тұр. Аллаға шүкір. Даже 195 демеген өзде 190 килограмм жайымен тұр ғой. Енді өздеріңіз қарай беріңіздер. Сонда бұқалардың жеп тұрған жемдер. Енді бұларға сразу резкий старт бастадым. Мынау басында жем-жемей тупит етті, бір аптадай. Сосын резкий стартпен кетті ғой. Сразу 3 килограммнан бастадым ғой деймін мен. Бір тышқақтатып алдым. В общем, бір ауызбен айтқан кезде мына тұрған бұқалардың бәрі тышқақтады ғой. Жемді көп бердім ғой мен. Резкий старттан бастадым бәрін. Бәрін тышқақтаттым. Аллаға шүкір, қазір максимально жем жеп тұр. Мынау біздің бұқа декабрьдің 13 күні 4 ай болды. Бүгін нешесі? Бүгін 13 ғой, бүгін 4 ай болды бұл бұқаға. Юбилей бұл бұқада. Юбилей дегенде тұрғанына 4 ай болды. Төс өлшемін өлшедім. Еттей салмағы 180 бір нәрсе килограмм болып тұрды ғой деймін. 180 ба? 190 тоже бұл да почти. Наумен бірдей еттің салмағы. Бұл еттей 80 килограмм болып кірген. Бірінші видеода бар, мен айтқан болатынмын. Өздеріңіз қараңыздар. Ұрғаш екеуін алған болатым, 150 мың қалдым бұларды. 80 килограмм бұл бетпен кірген. Қазір енді толық 185 килограмм деп айтуға болады. 4 айдың ішінде 100 килограмм қосқан. Аллаға шүкір. Енді бұл бұқа 4 ай тұрады әлі. Енді есептей беріңіздер, 200 килограмм, 300 килограммның ар жақ бер жағына жетуі тиіс, енді көре жатармыз. Сол осы құрметті көрермендер, каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Біздің каратисттар аман есен өтіп кетейік. Қанышты бұл. Мынау теппейтін негізі. Мынау қасында тұрып айтқан ғой деймін, походу теп-теп. Теппейтін вообще, сипататын. Енді қасына жолатпайды ғой сәпсім. Сол осы құрметті көрермендер, бұқалар жатыр. Жатты, тиіспей қойын. Енді кішкене мынау көздің тұсынан бір қотырма бірдеме шығып жатыр. Соны бұйыртса егу керек. Өзі қазақта айтады ғой, малдың семіздігін жатқанда білесің дейді. Көрдіңіздер ма? Малдың семіздігі осылай болады. Ыңқылдап жатыр. Мынау вообще ыңқылдап жатады ғой. Семіздігін жатқанда білесің дейді. Мынау кішкене көтерілмей қойды. Бұйыртса көтереміз, Алла нәсіп етсе көтеріледі. Ол Аллаға тәуекел етіп істелген нәрсе, ол әрдайым көтеріледі. Сондықтан одан сомнение ұстамаңыздар, ағайындар. Міне Симментал біздің бұзауымыз. Рекордсмен. Осы бұқалардың ішіндегі ең мықты рекордсмен деп осыны айтуға болады. Өйткені ет алуында, бойының өсуде, денесінің өсуде Аллаға шүкір бірінші орында келе жатыр мына бұқалардың арасынан. Өйткені
Бұндай максимальный салмақ әлі мен аткорым жасап жүргелі көрген емеспін. Көзім жетті. Бордақ ұстаған кезде бисмилля, алла тәуекел еттім бір өзіңе деп, адал кәсібіме береке бер я алла деп бастаған іс ол көрсетеді екен өзінің. Енді аллаға шүкір, қазақ елі, қазақ жұрты, мен сіздерге айтарым, кредит деген жаман нәрсе. Шамаларыңыз келсе кредитқа жоламаңыздар. Енді кредит деген енді өз басымда болды. Алан қалаумен бәрін жауып, таза адал іспен бастадым. Жұмыс істедік таңертеңнен кешке дейін. Осындай бір берекелес бастадық. Кредитсіз, мына тұрған бұқалардың бәрі кредитсіз алынған, аллаға шүкір. Сіздерге де соны тілеймін. Енді алла нәсіп етсе, былтыр 15 бас бұқа қойдық Алланың қалауымен. Былтыр енді қоюға болушы 20 шақты бас. Бауырым үйленген болатын, соны тойын істеп бердім Алланың қалауымен. Сондықтан былтыр қоя алмадық. Биыл енді 20 бас бұқаға қоюға Алла тағала мүмкіндік берді. Оған сансыз шүкір айтамын Аллаға, бірақ 20 бас қоя алмадым. Өйткені етпен айналысып жүргеннен кейін мал алып мал сатуға кем деген ақша болу керек. Сондықтан ақшаны жұмсамадым. Биылдыққа 16 бас бұқа мен кірдім. Енді январ-февралға дейін кім біледі, мүмкін тағы да планда бар. Бірақ енді палтарашқа қойғым келіп жүрген жоқ. Бір 2 жасар, 3 жасар бұқа қойғыларым, бір 3-4 бас алу керек болып тұр. Құрметті көрермендер, каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Қате кеткен жеріміз болса түзетіңіздер. Сіздерден лайк, бізден әрекет. Ағайындар, аман сау болыңыздар. Қораларыңыз малға, үйлеріңіз жанға толсын. Алла тағала барша істеп жатқан ісімізге, кәсібімізге береке берсін. Барша ағайындарға айтарым жалынды сәлем. Аллаға шүкір, осы аяздан да өттік. Келесі аязға дайынбыз деген толық іштей ниеттеміз. Бұқалар толық еттей жиналды. Тағы да айтып кететін жағдай, ағайындар, қора суық болса, мал далада бордақыланған мал болса, бұқа негізі әрдайым, бұқа болсын, тайынша болсын, ол ішке жинайды майды. Іш майы, тоқ шегі, бүйрек майына жинайды. Ал егер дала суық болса, бұларды организм ғой. Дене тонбасы үшін бұлар тері мен еттің арасында май жинайды. Алла нәсіп етсе, соның нәтижесін көретін боламыз. Қора суық, айтпаймын, міне қырау, атыңды жазуға болады мына неде қыраудан. Қораның іші суық, бірақ далада 30 градус көрсетіп тұрса, қораның ішінде кем деген 15 градус бар. Оны мойындау керек. Енді Алла нәсіп етсе, бұл жақсы. Бұған қуанамын мен. Неге десеңіздер, өзің бұқаларды сойған кезде сіздерге көрсетемін. Ет пен терінің ортасында май болады. Ол май жақсы. Өйткені базарға барған кезде ол майды сіз кесіп алып тастамайсыз ғой. Іштегі майды көбісі кесіп алып қалғызып тастайды базарда. Ал бұл бұқалар ет пен терінің арасында жинағандықтан ол жақсы. Результат жақсы болады. Салмақта жақсы беру керек, иншалла. Көре жатармыз. Келесі жылдар Алла нәсіп етсе, бәрі реттеліп атса, далада да ұстағым келіп жүр. Бір 10-15-20 бас далаға да қоюға желание ауырып жүр. Бірақ пока далаға қоюға возможность болмайды, өткен территория кішкентай. Қораны келесі жыл бұзғаннан кейін көре жатамыз бәрін. Ал ассалаумағалейкум ағайындар. Отбасыларыңызға береке берсін Алла. Каналға тіркеліп лайк басыңыздар.